Балаларымызды жат ағымнан сақтандыру үшін ең алдымен балаларымыздың санасын дұрыс қалыптастыруымыз тиіс. Балаларымызға рухани тәрбие беруіміз керек. Халқымыздың ежелден келе жатқан жоралғылар мен қазақ салт дәстүрлерін ата-ана өздері күнделікті өмірде қоғамда қолдана біліп, баласына сол арқылы тәрбие көрсете отыруы тиіс. Және қазір ата-ананың осы орайда балаға деген міндеті, ол әлеуметтік желі қазіргі таңда ұсынып отқан қызметтер мен ақпараттарына ата-ана бақылау жасап отыру тиіс балаға. Яғни бала нені көріп отыр, қандай ақпарат алып отыр, сол жөнінде бақылау болуы тиіс. Жат ағымдарға кетіп қалып жатқан жасөспірімдердің 100% алып қараса, соның 85% әлеуметтік желі арқылы алданып арбалып кетіп қалып жатқан мәлім болып отыр. Ұлы ойшыл Ибн Сина айтады, бала тәрбиесінде сөз болмайды дейді. Бала өзінің көргенін жасайды. Бұл орайда балаға үлгі ата-ана біз болуымыз тиіс. Ата-ана балаға жайлылық атмосферасын орната білуі тиіс. Үйде болсын, сыртта болсын. Яғни ата-ана балаға беретін жылулығын, махаббатын аямау керек. Отбасында жылулық көрмеген балалар жат ағымдар үшін оңай олжа болып келеді.